Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бұл Chicago Play. Бүгін видеода біз обзор аккаунтыма жасаймын. Бұл обзорда мен персонаж склад питомец коллекция туралы видео түсірем. Мен ең бірінші көрсеткім келіп тұрған ол персонаж. Ол персонаждарда менде қыз персонаждан жақсы көретінім ол Лаура, ол персонаждан Алок. Ал менде барлық персонаж бар, тек осы 4 персонаждан басқасы. Ол Стефи, Альваро, Итан, Шани дейтін персонаж. Осы 4 персонажға менде не жоқ, 4 персонаж жоқ, ал екінші менде склад. Ал складта менде, мынандай осылай бүйтіп көрсетіп отпаймын. Мен сізге былайынан тез көрсете салам, өйткені менде оған уақытым көп кетеді, және де видео ұзақ болып кетеді. Ал кеттік. Міне мен бастадым. Міне осылайынан осыншама не бар, шляпа. Мында очки, маскаларды менде осынша, қазір көрсетем. Міне осынша. Енді қыз персонаждың үсті набор бар даже деп мақтанып кетейін. Осылай осыншама. И сым бот дейін ба, қалай айтайын, білмеймін, біз жақта сым деп айтылады. Енді осылайынан кигенде осылайынан осыншама бот бар, сым бар. Енді кроссовка келетін болсақ, кроссовка менде өте аз. Мен көбінесе қыз персонажға осы кроссовкалардың үшеуін біреуін тағам, кием. Ал қыз персонажға осы 2 халявный набор бар. Ал енді ол персонаж кеттік. Ол персонаж киеміз, Алокты киеміз. Ал менде ол персонажға тура ойынан обзор көрсетіп кетем. Ол персонажға осыншама не бар, осыншама шляпалар бар. Енді маска, очки осынша. Менде 5 магический куб бар, если че де қалжын. Менде олдский инкубатор бар. Енді қатты олдский емес, енді нормально олдский. Енді ол персонаждың үсті осыншама. Осында набор бар. Мынауда бар. Осы. Мынауда бар. Шигуара де. И боттан, сымнан осыншама сым бар. Енді кроссы. Мен 2-ақ кроссымен көбінесе қолым. Мына кроссы и мына кросс для бега. И мынаумен көбінесе. И болды де. Енді біз питомец көріңіз. Менде питомецтен халява қалғам, алдың бокс берген. Мына томақ дейік, лиса, пантера и панда. Осы 4-ме 5-ме сол бар. И бізде коллекция. Ең керемет бұл ол бізде коллекция. Коллекцияда фонда мен 7-ші сезоннан бастап ойнап келе жатырмын. Онда міне осыншама фон бар. Фондар өте аз менде. Мастер 4 сезон болғам. Аватар, персонаждардың аватары, халявный аватарлар, Алоктың аватарлар. Солар. И және де лутбоксқа келдік. Лутбокста бізде осыншама лутбокс бар. Азақ. Ал рюкзактарда менде менде осы 2 легендарны өзіме қатты ұнайтын рюкзак. И және де міне осы көрсетіп кете салайын. Осылайынан мына екеуі пополнение болды, халявный. Мынау пополнение болды. Осыншаны и парашют. Менде любимый крылы демоны бірлет қоямын, бастың несін суретін салып отвағам. Осақ енді даска, самый топовый даска менде бұл осы даска. Ал арғатай не дейм, арғатай осындай даскалар. Оружие, самый легендарный МК-ға менде катаклизм. АВМ-ға мынау білін қалайнан снайпердің тігістілі прямо сердце. Скорострел 1, перезарядка 1 минус магазин. Менде 5 түрлі дробовик бар. Самый дерзкий өзіме осы улучшение броня дейтін. Сол. Ал АК-да типа дракон АК, скорострел 1, точность 2. Осы бір не бар, дробовик минус дальность дейді. Сосын
мынандай UMP бар, скорострел, ой, MP5 скорострел, 3 түрлі М14 не бар, скин. Ол скорострел 2, скорострел 2, урон 2 дейтін. Енді легендарный олдский скар, но это самый күштісі емес, самый последний, но предпоследний нормальный скорострел 1, перезарядка 2, и мынандай 2 не бар, скар екеуі де нормально, и мында ВСС, СКС, ой, ВСС. Короче, енді Гразада Северный, М40-да 3 түрлі скин бар, ол Полклон, Северный, Титан, және де Сковорода, и рыбы мечетін паранг. Осы екеуі бар, 200 жетонға айырбастаған. Енді бізде СКС-ке, короче, пчела дейтін лутбокс бар, сол пчела дейтін лутбокстың ішіндегі оружиялары, и мында менде пулеметқа, короче, скорострел 2-лік пулемет бар, бұл джекпоттан алғам. Енді 2 карек бар, мұны дальность 2, скорострел минус, и легендарный фамос аниме қарылыш қандай керемет. Бірақ мен фамоспен ойнау білмеймін, сондықтан ол маған керек емес. Ал енді неге дейін келіп жеттік, битаға. Енді битада простой 200 жетондық бита, и мында менде 4 түрлі навсидаға скин бар. Ол скорострел 2-лік бар, и простой бар, халявный. Халяв емес, ұтып алдым. Мынау элитный пропуск, білмеймін ол не екен. И 3 спас 12 бар, скорострел 2-лік. Короче, өзіме қатты ұнайды осы спас. И менде 3 түрлі М60 бар, және де петух бар, петух халява М94, және 5 түрлі, қанша ну, 5-6 граната бар, самый дерзкий, и 2 түрлі стена бар. Короче, и дейтін сөзді көп айтам мен, мән бермеңіздер. Транспорт 0, эмоция 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12, 13-14, 15 эмоция бар. Самый дерзкий, өзіме қатты ұнайды. Осымен біздің неміз аяқталды. Обзорым осы видео сіздерге қатты ұнаса, или жай ұнаса, видео лайк басып, каналға тіркеліп, колокольчик басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған бұл Chicago Play. Келесі кездескенше сау.